Жоғары оқу орнын бітіре сала жұмысқа орналасып 250-500 мың теңге көлемінде жалақы алғыңыз келе ме? Ол үшін сіз республика көлемінде сұранысқа ие, тіпті тапшы маман иесі болуыңыз керек. Біз бүгін осындай қажетті мамандарға жағдай жасап, оларды тегін оқытатын мәңгілік ел жастары индустрияға атты арнайы мемлекеттік бағдарламасын жіліктейміз. Серпін 2050 мәңгілік ел жастары индустрияға бағдарламасының идеясы қайдан шықты? Бағдарлама бойынша бөлінген грантқа қалай ие болу керек? Грант иегерлеріне қандай жеңілдіктер қарастырылған? Жалпыға ортақ еңбек қоғамын құру керек. Елде жұмыс орындары құрылып жатыр. Жаңа өндірістер салынуда. Сондықтан жұмыс бар жерге бару керек. Бұл мемлекет басшысының идеялары. Осы бастамаларды негізге алған Қазақстан үкіметі таяуда жастар мәселесіне арнап арнайы бағдарлама қабылдады. Мәңгілік ел жастары индустрияға атты мемлекеттік бағдарлама аталмыш бастамаға үнді қосып, барынша жастарға қолдау көрсетуді ту етеді. Бағдарлама мақсаты: елдегі кадр тапшылығын жою, индустриалдық инновациялық бағдарламаны жүзеге асыру, жастар арасындағы жұмыссыздықты азайту, жоғары білімді мамандар мен сауатты жұмысшылар даярлау. Басты міндеті жастардың техникалық кәсіптік мамандық алуына көмектесу, оларды жоғары жалақылы жұмыспен қамтамасыз ету, жастарды адал еңбекке ынталандырудың жолын табу. Мәңгілік ел жастары индустрияға атты жаңа бағдарлама қажетті мамандарға жағдай жасап, оларды тегін оқытуға гранттар бөліп отыр. Сондағы мақсат жастардың сауатын ашып, білікті маман даярлау арқылы ел болашағына оң әсер ету. Ал бағдарлама аясында бөлінген арнайы гранттарға қалай ие болу керек? Осы және өзге де өзекті сұрақтарды осы бағдарламаны жасауға бас көз болған Мұрат Әбеновке бағыттап көрсек. Мұрат Әбдуламитұлы, бөлінген гранттар саны қанша және қандай мамандықтар бойынша бөлініп отыр? Бірінші бастама ғана, биыл 2050 орын, 2050 арнайы грант, қазір жоғары оқу орынға құжат қабылдау аяқталды. 7 университет қосылды, бұл бағдарламалар өз ұсынысын берді. 19 мамандық бойынша, әзірше тек қана педагогикалық мамандықтар, ол мысалы сол университеттердің орналасқан облыстарында сол кадрлар жетіспейді. Сұхбатыңызға рахмет. Айта кетерлігі, бағдарлама бойынша грант иегерлеріне бір қатар жеңілдіктер қарастырылған. Олар шәкіртақы, өңірлерге бір рет барып қайту жалақысы және жатақхана мен жұмыс орнымен қамтамасыз етіледі. Ал колледждерге түскендерге 3 мезгіл тамақ және оқу киімі қаралған. Қазіргі таңда еліміздегі ең соңғы технологиямен жабдықталған өндірістерде жоғары білімді мамандарға сұраныс 15%-ді құрайды. Қалған 85%-ға орта техникалық білім бар мамандар қажет. Ал сол сұранысқа ие мамандықтардың көпшілігін колледждер дайындап келеді. Демек, бағдарламаға қатысып жатқан 23 колледж маман даярлауға қауқарлы. Жоғары оқу орны мен мамандық таңдау қалай жүргізіледі? Барлық қажетті ақпаратты Серпін 2050 KZ сайтынан табасыздар. Ал құжаттарды өз облысыңыздағы қабылдау комиссиясына тапсырасыз. Айта кетейік, өз қалаңызда отырып, құжаттарды өзіңіз қалаған басқа қаладағы жоғары оқу орнына өткізе аласыз. Қазіргі таңда Қызылорда облысында бала туу деңгейі жоғары, ал бұл жұмыссыздық мәселесін тудырады. Әлеуметтік нысандар, үй, мектеп, балабақша жетпейді. Қалтасында дипломым бар, бірақ екі қолға бір күрек таба алмай жүргендер де баршылық. Оқуға түсе алмағандар тағы бар. Себебі мектеп бітіргендердің саны көп, бөлінген гранттар саны аз. Сөйтіп білім алып, білікті маман болудан қағылатын жастардың қарасы артып отыр. Одан кадр тапшылығы туындайды. Оған кей өңірлердегі бала туу деңгейінің төмендігі және сыртқа көшіп кету миграциясын тағы қосыңыз. Сол аймақтардағы өндіріс орындары еңбек күші жетіспеушілігінен өз әлеуетін толық іске асыра алмай отыр. Міне кадр тапшылығын туындатқан осындай мәселелер мәңгілік ел жастары индустрияға атты жаңа бағдарламаны жүзеге асыруға себепші болды.
Ол да біздің өңірден шыққан түлектерге жоғары оқу орнында кәсіптік техника білім алуға жаңа мүмкіндіктер беретін бағдарлама. Пилоттық бағдарлама бойынша биылғы жылы 2050 грант бөлініп отыр. Оның ішінде 19 педагогикалық мамандыққа, 7 жоғары оқу орны үшін арнайы 1050 грант, 23 колледжде білім алушылар үшін 35 мамандық бойынша 1000 грант бөлінді. Жоғары оқу орнына құжаттар тапсыру кезеңінде 4 оқу орнын таңдауға мүмкіндік бар. Сондай-ақ бір емес 4-ге дейін арнайы грант беретін мамандықтарды таңдай алады. Шекті 50 балл жинамаған әрі бейіндік пән бойынша 7 балдан аз алған студент жоғары оқу орындарға конкурсқа қатыса алмайды. Бірақ колледждерге тапсыруға және шығармашылық емтихандар арқылы қабылданатын мамандықтар бойынша грант иегері бола алады. Қазақ әдебиетін таңдау пәнім иншаллах түсіп кетемін деймін. Сонымен қатар көптеген жаңағы бағдарлама, соның бірі серпін бағдарламасы. Бұл Ақтөбедегі Құдайберген Жуанов атындағы университетке үміткермін өзім. Серпін 2050 бағдарламасы бойынша бірқатар өңірлерде оқу орындарына құжаттар қабылданып, шығармашылық емтихандар өтті. Қызылорда облысы бойынша Серпін 2050 бағдарламасы бойынша барлығы 651 құжат қабылданған. Бүгінгі таңда біршама осы талапкерлер солтүстік өңірлердегі педагогикалық институттарға, кәсіптік техникалық колледждерге оқуға тапсырып, грант иегері атанып жатыр. Олардың бүгінгі таңда мәліметтері жинақталуда. Талапкерлердің көпшілігі Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне, Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетіне және Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтына түсуге ниет білдіріпті. Серпін бағдарламасы бойынша Қазақстанның 7 оқу орны құжат қабылданған. Нәтижесінде 313 талапкер грант иегері болып табылды. Егерде қабылдау комиссиясы жұмысына көңілі толмай наразылық білдірушілер табылса, олар республикалық кеңеске шағымдана алады. Бұл кеңес балалардың оқуға түсуінен бастап, сол аймақтарға жеткізіп, оқу процесін жоғары сапада жүргізуін талап етуі, әлеуметтік жағдайлары, спорт, мәдени шараларын қажетті деңгейде ұйымдастыруын бақылауды жүргізеді. Сондай-ақ, бағдарламаның арнайы 3w.серпін-2050.kz сайтына жазуға болады. Яғни бағдарламаның іске асырылуы мемлекеттік деңгейде бақылауға алынбақ. Себебі жастардың техникалық кәсіптік мамандық алуына көмектесу, оларды жоғары жалақылы жұмыспен қамтамасыз ету, жастарды адал еңбекке ынталандыруға қызмет ететін ұзақ мерзімді жобаның ерекше әлеуметтік қоғамдық орны бар. Серпін 2050 бағдарламасы қоғамдық жұмыстың нәтижесі. Терең сараптаудан талай тіс қаққан мамандардың тексерісінен өткен пилоттық жоба алдағы жылы жалғасын табады. Гранттар саны артып, мамандықтар түрі көбеймек. Ал алғашқы жобаға ілігіп, грант иегері атанған 250 бала Қазақстанның 7 жоғары оқу орны мен 23 колледжінде осы қыркүйектен бастап оқуға кіріседі. Болашақ ол сыртқа оқытатын жоба, а серпін бұл ішке оқытатын жоба. Ішкі кадрлар дайындау. Біз техникалық мамандықтарды насихаттауымыз керек, жастарға айтуымыз керек. Мынау жоғары білім бітіргенмен де ондайда мамандар керек, бірақ көп емес. Одан да егер білімің оған болашақ жете қоймайтындай болмаса, онда техникумға, колледждерге бару керек, оқып алу керек, кейін сосын жалғастыруға болады. Мысалы, көп мемлекеттерде сондай, мектеп бітіреді, 100%-ға жуық колледждерге барады. 2 жыл колледжде оқығаннан кейін ары қарай өзі көреді. Колледжден кейін жұмысқа барады, колледжден кейін ары қарай оқуға барады. Бізде сондай болуымыз керек. Бірінші мақсат түсіру ғана емес, қалай оқиды, сол жерде қалай үйренеді, қалай араласады. Барлығын бір үлкен қоғамдық ұйымға, қоғамдық бірлестікке біріктіреміз де, және бүкіл ұйымдастыру, тәрбие, оқу процесін бәрін бақылауға аламыз. Мәңгілік ел жастары индустрияға мемлекеттік бағдарламасы қазақстандық жастардың кең көлемде техникалық кәсіптік білім алуға және индустрияландыру бағдарламасына тартуды мақсат етеді. Ал бұл жастардың дербес өмірге, бастамашыл еңбекке бейімдеудің тиімді жүйесін құрудың алғашқы қадамы болмақ. Бұл Республика 2050 болатын, кезекті эфирде жүздескенше.